Түркістан облысында мемлекеттік қызметке конкурстық іріктеусіз қабылданған жас мамандар саны жыл сайын артып келеді. Бүгінде республика бойынша мұндай мүмкіндікті 600-ге жуық түлек пайдаланса, олардың 70-і Түркістан өңірінде қызмет етіп жүр. Бұл бастама мемлекет тарапынан жастарды қолдауға бағытталған жүйелі саясаттың нақты нәтижесі. Мемлекеттік қызметке конкурссыз келген жастардың бірі Нұрбақыт Жұмаханбет. Ол былтыр жоғары оқу орнын мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығын үздік көрсеткішпен тәмамдаған. Қазіргі уақытта Сауран ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімінде бас маманы болып қызмет атқарып жүр. Айтуынша, аталған бастама жастардың өз ісінің маманы болып қалыптасуына, сондай-ақ туған жерінде еңбек етуіне мүмкіндік береді. Мен өзімнің тиісті мәліметтерімді ғана осы аудан кадр бөліміне ұсындым. Сол арқылы мемлекеттік қызметтер агенттігіне жолданып, осылай конкурссыз орналасу бұл өте тиімді деп ойлаймын. Өйткені жас мамандар, білікті мамандардың аудандық, болмаса ауылдық шалғай жерлерде қызмет атқаруы мемлекеттік қызметтің дамуына үлкен септігін тигізеді деп ойлаймын. Мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарының бірі жастардың мәдени-рухани дамуына және кәсіби біліктілігін арттыруына жағдай жасау. Осы мақсатта Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметтері туралы заңына 2022 жылы бірқатар өзгерістер енгізілді. Онда бір жыл ішінде аудандық, ауылдық деңгейдегі төменгі лауазымдарға конкурстық іріктеусіз орналасу мүмкіндігі қарастырылған. Жаңа толықтырулар өңірдегі кадр тапшылығын азайтуға септігін тигізіп, білікті жастарды мемлекеттік қызметке тартуға бағытталған тиімді тетікке айналып отыр. GPI балл 3.33-тен жоғары болса, мемлекеттік қызметтің төменгі лауазымдарында бір жылдың ішінде орналасу мүмкіндік бар, конкурссыз. Осы мүмкіндікті пайдаланып барып жатқан лауазымдары, бұл мынау аудан қала әкім аппараттарындағы төменгі лауазымдар, мынау әкімдікке қарасты дербес бөлімдердегі төменгі лауазымдар, одан қоса мынау ауылдық округтердегі төменгі бас маман лауазымдары. Бұл мүмкіндік жастарды мемлекеттік қызметке ынталандыруға, жас мамандардың аудан мен ауылдық аймақтарға оралуына және мемлекеттік қызметке орналасу тәртібін жеңілдетіп келеді. Сондай-ақ өңірдің қарқынды дамуына жаңа серпін беріп отыр. Шынар Мұратхан, Бағдат Асқарұлы, Түркістан 24.